Қайырлы күн, құрметті оқушылар. Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы жануарлар қайда тіршілік етеді. Сіздер бүгінгі сабақта жануарлардың қайда тіршілік ететінін білетін боласыздар және мекендейтін жеріне қарай жануарларды топқа бөле аласыздар. Сабақ барысында сұрақтар қойылып, тапсырмалар орындалған кезде өздеріңізге әр дұрыс жауап үшін бір ұпай беріп отыруды ұмытпаңыздар. Ал енді қазір жаңа сабағымызды бастамас бұрын ең алдымен жануарларымыздың қандай топқа жататынын еске түсіріп алайық. Жануарлар қосмекенділер, құстар, сүтқоректілер, бауырымен жорғалаушылар және бунақденелілер болып бөлінеді. Ал енді барлығымыз мына суретке назар аударайық. Суретте не көріп тұрсыздар? Дұрыс айтасыздар, суретте табиғат бейнеленген. Ал енді осы табиғатта нелер бейнеленген? Жақсы, тау, орман және су бейнеленген. Енді суретке мұқият қарасақ, суретте бірнеше жерде нүктелер бейнеленген. Қазір осы нүктелерді түрту арқылы ішінен суреттер шығады. Мінекей, біз таудың үстіндегі нүктені бастық. Енді қараңыздар, бұл жерде қай жануар тауда өмір сүреді? Иә, дұрыс айтасыздар. Бұғы таулы аймақта өмір сүреді. Келесі нүкте судың үстіндегі нүкте болатын. Енді бұл жердегі жануарлардың қайсысы суда өмір сүреді? Жарайсыздар, балалар. Иә, балық суда өмір сүреді. Біздің соңғы нүктеміз орманның үстінде тұрған болатын. Енді балалар, мына жануарлардың ішінде қайсысы орманда өмір сүреді? Әрине, аю. Аю орманды алқаптарда өмір сүреді. Және де балалар, осы төрт суреттің ішінде бізде не аталмай қалды? Құмырсқа. Құмырсқа ол бізде топырақта мекен етеді. Міне балалар, біз жануарлардың өз мекенін дұрыс таптық. Әр жануардың өзіне ыңғайлы мекенде тіршілік ететінін осы тапсырма арқылы түсінуге болады. Ал қай жануардың қай жерде мекен ететіні туралы білімімізді толықтыру үшін келесі бейнебаянға назар аударайық. Құндыздардың әлемдегі ең үлкен үй сала алатынына сенесіздер ме? Иә, бұл кеміргіш жануарлардың ең үлкен үйлерінің биіктігі 5 метрге жоқ, ал ұзындығы 1,5 километр. Құндыздар осындай зәулім үйде тұрса, ал басқа жануарлардың қайда тіршілік ететінін білгілеріңіз келе ме? Олай болса, кеттік. Сәлеметсіздер ме? Сіздермен бірге қызықты жануарлар әлемі. Жануарлардың тіршілік ету ортасы әртүрлі. Жануарлардың көпшілігі атап айтатын болсақ, аю, маймыл, жабайы қабан, піл ормандарда мекен етеді. Орман жануарларының көбі ағаштарда өрмелей алады, ал орманға джунгли, тайга жатады. Тау жер бетінен биік екенін сендер білесіңдер. Осы тауда барыс, арқар, қыран мекендейді. Тау жануарларының жүні қалың болып келеді. Арқар сияқты жануарлардың тұяқтары жалпақ болады. Тау құстары тез ұшады. Ал су қоймаларға тоған, өзен, көл, теңіз, мұхит жатады екен. Бұл жерлерде балықтар, құндыз, құрбақалар тіршілік етеді. Су жануарларының денесі сүйірленіп келеді екен. Сондай-ақ ашық кеңістікте де мекен ететін жануарлар бар екен. Оларға арыстан, ақбөкен, уадақ, киік жатады. Ашық кеңістікте мекен ететін жануарлар тез жүгіреді. Тез жүгіру арқылы жауынан қашып құтыла алады. Ашық кеңістік дегеніміз дала, шалғын, шөл, саванналар. Шөптесін өсімдіктер көп өсетін жерлерде кеміргіштер, бунақденелер, ал тастақты, шөлді жерлерде бауырымен жорғалаушылар көп кездеседі екен. Жақсы, балалар, олай болса сабағымызды әрі қарай жалғастырайық. Оқулықтағы мына сызбаға назар аударыңыздар. Сызба бойынша жануар топтары туралы әңгімеле. Әр топқа мысал келтір. Сызба бойынша жануарлардың мекен ететін жерлері суда, жер беті әуеде және топырақта.
суда мекен ететін жануарларға мысал келтіретін болсақ, балық, сегізаяқ, ал жер бетінде, әуеде, яғни аспанда құстар ұшуы мүмкін. Және топырақта өмір сүретін жануарлар бауырмен жорғалаушыларды жатқызуға болады, немесе құмырсқа. Балалар, бізде келесі тапсырма ойын бойынша өткізіледі, мекенін тап ойыны деп аталады. Бұл жерде берілген 6 ұяшықтың кез келгенін таңдайсыздар, әр ұяшықта сіздерге сұрақтар жасырылған. Олай болса ойынымызды бастайық. 4-ші ұяшықты таңдайық. Бізде сұрақ: қасқыр қайда тіршілік етеді? Қала, ауыл ішінде немесе орманда? Иә, дұрыс айтасыздар, орманда. Бізде келесі ұяшық 2-ші ұяшық. Балық қайда өмір сүреді? Суда немесе топырақта? Әрине, суда. Дұрыс айтасыздар. Бізде келесі сұрақ: бүркіт қайда өмір сүреді? А. Әуеде, суда. Б. Әуеде, таулы аймақта. Әрине, Б. Әуеде, таулы аймақта. Бізде келесі ұяшық 3-ші ұяшық. Тиін қай жерде өмір сүреді? А. Ағашта. Б. Таста. Бізде А жауабы дұрыс жауап. Тиін ағашта өмір сүреді. Және келесі ұяшық бізде 1-ші ұяшық. Ол жердегі сұрақ: аю қайда тіршілік етеді? Антарктидада немесе орманда? Әрине, орманда өмір сүреді. Және де ең соңғы ұяшық 5-ші ұяшық. Жылан қай жерді мекендейді? Орманды, суды, топырақты, орманды. Б жауабы дұрыс. Топырақты және орманды жерлерде. Жарайсыздар балалар, сіздер барлық сұраққа дұрыс жауап бере отырып, қай жануардың қай жерде өмір сүретінін біліп алдыңыздар. Біздің келесі тапсырмамыз қима қағаздар арқылы. Бағана біз атап өткенде жануарлардың мекен ететін орны бойынша суда, жер бетінде, әуеде, топырақта. Осы орындар бойынша суреттерді сәйкестендіреміз және бояймыз. Қанекей, олай болса барлығымыз бірге орындап көрейік. Мысалы, бізде балалар топырақта өмір сүретін жануар құрт, мінекей біз сәйкестендірдік. Келесі суда өмір сүретін жануар балық және де 8 аяқты сәйкестендіруге болады. Жер бетінде, әуеде ұшып өмір сүретін бізде көгершін, құс, және де топырақта кесіртке. Басқа да жануарларды осы 3 топқа бөліп сәйкестендіріп бояймыз. Тапсырманы орындап болсақ, балалар, оқулықтағы мына тапсырмаға назар аударайық. Суреттегі жануарларды ата, олардың әрекетін сипатта. Жануарлар не үшін таласып жатыр деп ойлайсың? Біз суретте 2 бұғы мен құстарды көріп тұрмыз. Олардың өмір сүретін жерлері мен жейтін тамақтары бір болған соң, араларында қорек пен тіршілік үшін бәсеке болуы мүмкін. Балалар, сабағымызды қорытындылайтын болсақ, еліміздің аумағында ашық кеңістік дала, шөл, шөлейт, жер басым. Мұнда сарышұнақ, қосаяқ, байбақ, қасқыр, борсық, қарсақ таралған. Құстардан дуадақ, бозторғай, ақбастырна, бүркіт, тұрымтай кездеседі. Бұл жануарлар тез қозғалып, жылдам ұшады. Шөлде түрлі тышқан, құм қояны, бөкен, кесіртке тіршілік етеді. Еліміздің солтүстігі мен шығысындағы орманды қоңыраю, бұғы, ақтиін мекендейді. Тауды ілбіс, арқар, қыран мекен етеді. Каспий, Арал теңіздері мен әрлі ұсақты өзен-көлде алуан түрлі балық, кәмшат, құндыз тіршілік етеді. Осы жануарлар бірі-бірімен қорек және тіршілік ортасы үшін жиі бәсекелеседі. Мысалы, бұғы да, бұлан да шөп жейді. Олар өзара бәсекелес жануарлар, өзара бейтарап жануарлар бір жерді мекендесе де, әртүрлі азықпен қоректенеді. Сондықтан бірі-біріне тиіспейді. Сіздерге үй тапсырмасы ретінде зерттеу жұмыстарын бергім келіп тұр. Зерттеу сұрағы: өз өлкеңнің жануарлары қандай ортада тіршілік етеді?
жоспар бойынша ақпарат көзін қолданып, өз өлкеңнің табиғат бірлестіктерін анықтайсыздар. Өз өлкеңде мекендейтін жануарлар тізімін жасап, жануарларды тіршілік ететін ортасына қарай топтастырасыздар. Ол топтардың атын атайсыздар. Нәтижесін постер ретінде дәптерлеріңізге түсіресіздер. Және де оқушылар, бүгінгі тақырыбымыз жануарлар қайда тіршілік етеді, қайда мекен етеді тақырыбы бойынша сабақтан түсінгендеріңіз жасылға, жартылай түсіндім десеңіздер жай жасылға, сұрақтарыңыз болса сарыға, түсінбегендеріңіз болса қызылға белгі қойып маған кері байланыс берсеңіздер болады. Және сабақтың басында сіздерге түсіндіріп кеткенімдей, өздеріңіздің әр дұрыс жауаптарыңыздың ұпайларын санай отырып, өздеріңізді бағаласаңыздар болады. Олай болса балалар, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі кездескенше сау болыңыздар.